Саламатсыздар ба әлеуметтік желі қолданушы оқырмандар. Қызылорда облыстық зағип және нашар көретін азаматтарға арналған арнаулы кітапханасы ақпарат айдынында атты 18-ші шығарылым аясында мерзімді басылымдарға шолуын жалғастырады. Жергілікті басылым Сыр бойы газетінің 147-ші санында волонтерлік патриотизмнің жарқын көрінісі атты мақаласы жарияланған. Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев қайырымдылық, волонтерлік ұйымдардың және бизнес сектордың өкілдерімен онлайн форматта кездесу өткізді. Мемлекет басшысы өз сөзінде қайырымдылық пен волонтерліктің пандемия кезінде жалпы ұлттық сипат алғанын атап өтіп, оның әлеуметтік нормаға айналғанын және халықтың дұрыс қабылдағанын айтты. Қасым-Жомарт Тоқаев осындай қиын қыстау кезде сырт қалмай, отандастарына көмек қолын созған, мейірімділік, ізгілік танытқан әрбір азаматқа ризашылығын білдірді. Асар деген ата дәстүрімізді сақтап келе жатқанын қуантады. Пандемия кезінде де еріктілер аянбай еңбек етіп, ерен ерліктің үлгісін көрсетті. Олар күндіз-түні дәрігерлермен және тәртіп сақшыларымен бірлесіп, індетпен күресті. Қайырымды жандар ортақ іске жан-жақты қолдау білдірді. Елбасының бастамасымен құрылған «Біз біргеміз» қорының жұмысын ерекше атап өткім келеді. Бұл игі бастамаға 1000-нан астам азамат қаржылай үлес қосты. Біз осындай ұйымшылдықтың және жауапкершіліктің арқасында ахуалды тұрақтандыра алдық. Мұның бәрі елдіктің және береке бірліктің жарқын көрінісі, деді президент. Қасым-Жомарт Тоқаев волонтерлік қызметті дамыту, қайырымдылық пен меценаттыққа қолдау көрсету мемлекетіміздің ұзақ мерзімді басымдығы деп санайды. Волонтерлік іспен айналысу патриотизмнің жарқын көріністерінің бірі. Мемлекет басшысы жарияланған волонтерлер жылы азаматтарымыздың көпшілігін қайырымды іс қозғалысы төңірегіне топтастырды. Қазақстандықтардың ұсынысы бойынша жасалған көптеген қайырымдылық және волонтерлік жобалар соның дәлелі. Осы жайлы толығырақ осы номерден оқи аласыздар. Ақмешіт апталығы газетінің 75-ші санында хандар шежіресі айдарымен ұлы даладағы дүбір атты мақаласын оқи аласыздар. Мақалада биыл Алтын Орда мемлекетінің құрылғанына 750 жыл толып отыр. Бір кездері жошы ұлысынан бастау алған ұлы даладағы дүбірдің тарихы маңызы тереңде екені әмбеге аян. Қазақ хандығынан Алтын Орданың тікелей мирасқоры деп те атауға болады. Осы ретте біз жаңа Айдар Ашев хандар шежіресі арқылы Керей мен Жәнібектен бастау алып, Кенесарыға дейінгі ел басқарған мемлекет тізгінін ұстаған тұлғалар арқылы халқымыздың тарихын қайта үңілгенді жөн көрдік. Ел тілегі газетінің 38-ші санында сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл әрбір азаматтың міндеті және сыбайластыққа жол жоқ атты мақалаларын оқи аласыздар. Қазақ әдебиеті газетінің 35-ші санында тарих айдарымен Шыңғысхан және төрелер қауымы мақаласымен таныс боласыздар. Егемен Қазақстан газетінің 185-ші санында қазақ тілін төрге шығаратын уақыт жетті атты мақаласы жарияланған. Аңсаған тәуелсіздікке біз ана тілімізден, салт дәстүрімізден, санамыздан, жадымыздан біржола айыра жаздап жеткен халықпыз. Бұрынғы кеңестер одағында ұлт республикаларының барлығында, астанасынан бастап барлық үлкен қалаларында, елді мекендерінде ұлт тіліндегі балалар бақшалары мен мектептерін аштырмау, шектеу, барларының өзін орыс тіліне көшіру саясаты күшті қарқынмен үздіксіз жүйелі қатаң жүргізілді. Бұл саясат өзінің нәтижесін берді. Егемен Қазақстан газетінің 184-ші санында жыл келгенде жаңалық сеземіз атты мақаласында кезінде қазақ әдебиетінің қамбасын қампайтқан жас қаламгерлерге ағалық сын ескертпелерін мәтаққамдап жеткізген ұлы Мұхтар Әуезовтің әйгілі мақаласы ұсынылып отыр. Ұлы жазушының әдебиет критерийлері хақында қаузаған өрелі әңгімесі әлі де өзекті секілді. Сол тұста аға ақылы жазушыларға жол белгі бола білген еді. Біз бүгінгі толқынға да бағдаршам боларын сенеміз. Ана тілі газетінің 36-37-ші санында тіл мен тұлға айдарымен ұлттың ұлы ұстазы атты мақаласында ағартушы Ахмет Байтұрсыновтың педагогикалық еңбектері жайлы және 4-ші бетінде Абайдың тұлғалық айналасы және дәуір сабақтастығы атты мақалаларын оқи аласыздар. Ана тілі газетінің 39-ші санының 5-6 беттерінен ұлы ойшылдар үндестігі, ерлігі аңыз болған Қасабай батыр және Қазыбек би жайында жаңа дерек атты мақалаларын оқи аласыздар.
Осымен бүгінгі мерзімді басылымдарға шолуымызды аяқтаймыз. Мерзімді басылымдармен таныс болғыларыңыз келсе, арнаулы кітапханаға келіңіздер. Келесі дүйсенбіге дейін қош сау болыңыздар.